Қазақ әдебиетінде өзіндік қолтаңбасы бар жазушы Сайын Мұратбеков қазіргі Алматы облысы Ақсу ауданындағы Қоңыр ауылында 1936 жылы 15 қазанда дүниеге келген. Сайынды жастайынан атасы Мұратбек бауырына салып тәрбиелеген. Әкесі Сапарғали Ұлы Отан соғысына қатысқан майдангер. Соғыс жылдарындағы ауыртпалықтар мен қиындықтарды Сайын өз көзімен көріп, сол тірлікке қоян-қолтық араласқан. Сондықтан шығармалары шынайы да тартымды, өмірмен қабыса байланысып жатуының осы негізден деп қарастыру керек. Жазушының Жусан иісі, Жабайы алма, Өл ара сияқты бір тума шығармалары қалың оқырманның көңілінен шыққан әйгілі шығармалар. Жусан иісі 4 бөлімнен тұрады. Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі ауыл тіршілігін, ел басындағы ауыр жайтты сұрапыл соғыстың зардаптарын танытады. Осы жағдайдың бәрі жетім бала Аян тағдырымен тұтастырыла көрініс табады. Аян жетімдігіне, ауыр да талқысы көп болған өміріне қарамастан, алдағы күнінен зор үміті көп жасөспірім. Қайсар да мығым, Аян арманшыл. Ойдан шығарылған ертегілер мен әңгімелер арқылы ауыл балаларын өзіне еліктіріп алады. Оның ертегілерінің кейіпкері де асқақ рухты, батыл да, ер жүрек. Аянның арманы, ой мүддесі ойдан шығарылған кейіпкерлері іс-әрекетінен табылып жатады. Қайта-қайта шыға берген аяғының зардабы оны мұқалталар емес. Себебі Аян өр рухты, асқақ арманның иесі. Жазушының білдірер ойы адамның қиындықпен күресе білуі, талап пен жігер адамды қашанда шыңдай түседі дегенге саяды. Шығармадағы Аянның прототипі Сайынның туған жері Қоңыр ауылындағы өзінің қатарласы Ұзақбай деген бала болған.